Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге араб халқының басбуса деп аталатын пирогының құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі бізге керекті ингредиенттердің барлығын бірінші дайындап аламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны қантты салып, қант ергенше әппақ болғанға дейін араластырып аламыз. Енді консистенцияның үстіне сұйық майды құямыз және де айранның орнына йогуртты құюға болады. Барлығын құйып алған соң жақсылап араластырамыз. Келесі консистенциямызға манная крупаны саламыз және де кокос таяқшаларын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнды, құрғақ ұнды салмас бұрын ұнға бірінші қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ғана консистенциямызға жаңағы ұнды салып, барлығын ұнды сито арқылы өткізіп салсаңыздар, пирогтарыңыз үлпілдеп, керемет боп, біркелкі боп піседі. Енді форманы сұйық маймен майлап алатын боламыз. Менде яғни осындай 24 сантиметрлік форма. Жақсылап майлап аламда, жаңағы сұйық консистенциямды құямын. Жаңағы консистенцияны формаға құйып алған соң, бет жағын осылай кондитерлік қасықпен түзеп шығатып боламыз. Біздің яғни пирогтың консистенциясы кашаның консистенциясына ұқсайды. Келесі пирог піскенге дейін біз пирогқа қант сиробын дайындайтын боламыз. Яғни бір ыдысқа 1 кружка су құямыз, 2 кружка қантты салып, жақсылап араластырамыз. Жаңағы қант пен суды осындай бір ыдысқа құйып аламыз да, қоюланғанға дейін ақырын отта қайнатамыз. Енді сироп видеодағыдай қоюланып, барлығы ери бастаған кезде біз лимонның соғын құятын боламыз. Лимонның соғын құйып, тағы да бір 5 минуттай қайнатып аламыз. Міне достар, біздің пирогымыз пісті. Енді пирогтың үстіне жер жаңағын қойып шығатын боламын. Содан кейін жаңағы дайындап алған сиропты бетіне толығымен құйып шығатын боламын. Сол кезде біздің пирогымыз ылғалды боп, жұп-жұмсақ болып шығады. Міне достар, біздің басбуса пирогымыз толығымен дайын болды. Қазір бірге қалай боп шыққанын көреміз. Көріп тұрғандарыңыздай, пирог өте үлпілдеп, өте жұп-жұмсақ әрі ылғалды болып піскен. Достар, дәмі өте керемет боп шыққан. Осы рецептпен дайындап көрулеріңізге болады. Яғни алдағы уақытта мен сіздермен басқа да рецепттермен бөлісетін боламын.
бұл пирогтың консистенциясы түрік пирогына өте ұқсас келеді екен. Сондай жұп-жұмсақ әрі ылғал.